Алматы ағай, неге біздің мектебіміз Шоқан Уәлиханов деп аталады? Бәлкім, Шоқан Уәлиханов ұлы ғалым, зерттеуші, тарихшы, этнограф және де ғылым жолында өлшеусіз еңбек еткені үшін шығар. Бәлкім, толық ақпаратты мектебіміздің директоры Бахадыр Абдрасаловичтан сұрап көрерміз бе? Сұрап көреміз. Сұрап көрейік. Неліктен мектебіміз Шоқан Уәлиханов есімімен аталады? Мектебіміздің Шоқан Уәлиханов есімімен аталуы ол біз үшін үлкен мақтаныш әрі зор жауапкершілік. Себебі Шоқан Уәлиханов ол қазақ халқының ұлы ғалымы, ағартушысы, зерттеушісі және қоғам қайраткері. Оның өмір жолы біздің мектептің миссиясы мен құндылықтарына сәйкес келеді. Шоқан Уәлиханов жас кезінен ғылымға деген шексіз құштарлығымен, ұлттық мәдениет пен дәстүрді терең зерттеуімен және әлемдік өркениетке ашықтығымен ерекшеленеді. Ол түрлі халықтар мен мәдениеттер арасындағы көпір бола білді. Бұл біздің мектебіміздің басты ұстанымдарының бірі, яғни ұлттық тамырымызды, тарихымызды сақтай отырып, оқушыларды әлемдік деңгейдегі білім мен тәрбие беру. Мектеп ұжымының ортақ мақсаты мектептің әрбір оқушысы Шоқан сияқты білімге талпынған, әділеттілікті ту еткен, өз елінің дамуына үлес қосатын тұлға тәрбиелеу. Сондықтан мектебіміздің Шоқан Уәлиханов есімімен аталуы жай ғана атау емес, ол біздің миссиямыздың символы. Сәлем балақай, неге көңілсіз отырсың? Бәрі дұрыс па? Бүгін оқитын сабақ көп, үйірмелер де бар. Сіз сияқты қашан үлкен болам. Сіз осы жыл мектепті бітіресіз ғой. Қызығамын, сізге рахат. Ал біз болсақ, алтын ұя мектебімізді, достарымызды, ұстаздарымызды қимай жүрсек? Неге? Іңкәр, сен білесің бе, біздің мектебіміз қазақтың жарқын жұлдызы, саяхатшы, ғалым, ағартушы Шоқан Уәлихановтың есімімен аталды. Шоқан да сен сияқты кішкентай бала болып, білімге құмар болды. Ол алғаш рет мектепке барғанда бәрін білмейтін, алайда ол зерттеуге, оқуға, жаңалық ашуға ынтақ болды. Ешқашан білімнен бас тартпа, қызықта, ізде, үйрен, себебі біз Шоқан Уәлиханов жасаған жолының жалғасымыз. Мүмкін сен де ертең ғалым боларсың, зерттеуші, өнертапқыш, тіпті дәрігер мен мұғалім. Алайда қай жолды таңдасаң да, ең бастысы адал бол, еңбектен қорықпа және білімге сен. Мәссаған, қандай күшті Шоқан атамыздың тағы да туралы айтып берші. Іңкәр, жүр кеттік онда. Бізде қазір тарих сабағы болайын деп жатыр. Біз қазір Шоқан Уәлихановтың ғылыми жолы туралы өтейін деп жатырмыз. Во время своей печально известной ссылки Федор Михайлович Достоевский познакомился с молодым человеком, тогда 19-летним студентом Омского кадетского училища Шоканом Уәлихановым. Шокан Уәлиханов впоследствии станет отцом этнографии и историографии Казахстана. Уәлиханов и Достоевский встречаются в Семее, и их дружба продлится на протяжении 5 лет, а потом перерастет в теплую дружескую переписку. Достоевский по-настоящему заинтересовался казахской историей и археологией и считал, что русские должны по-настоящему ценить и понимать степь, тогда как Уәлиханов же приобщил Достоевского к арабской культуре и истории Центральной Азии. Отправляйтесь к сыну Якуба, юному Манасу, у которого насуплены брови, холодное лицо. К высокорослому ступайте Манасу. Спросите меня, каков Батыр Манас? Он подобен синегривой щетинистой гиене. К этому-то Манасу кочуйте. У него мой главный завет, который, исполнив, свалите с плеча. Я вам прочитала первые строчки эпоса Манаса, переведенные впервые Шоканом Уәлихановым. В 1856 году Шокан Уәлиханов участвовал в военной экспедиции по Иссык-Кулю, где он впервые услышал великий эпос. Шокана Уәлиханова заинтересовала эта история не только тем, что там рассказывается о прошлом киргизов, но очень много было сведений, касающихся устройства общества древнего, культуры и так далее. Сонымен Іңкәр, Шоқан атамыз туралы біраз ақпарат жинақтаған сияқтысың. Рахмет, Алматы ағай. Шоқан Уәлихановтың мектебінде
оқыған ұнайды. Ендеше іңкәр, өзің секілді мектебімізде мыңдаған жас шоқандықтар білім мен тәрбие алады. Олай болса, мектебіміздің негізін қалаушысы Әсел Иманғалиқызының сіздерге арнаған лебізін тыңдайық. Құрметті жас шоқандықтар, биыл қазақтың ұлы ғалымы, ағартушысы, зерттеушісі Шоқан Уәлихановтың туғанына 190 жыл толып отыр. Мектебіміздің Шоқан есімін иеленуі біз үшін биік мәртебе және үлкен жауапкершілік. Шоқанның білімге құштарлығы, еңбекқорлығы, табандылығы, ұрпағына үлгі, адалдықты ту еткен еңбегімен елге сыйлы болған ұлы тұлға. Сол рухты биік ұстап, үлкен жетістіктерге ұмтылыңыздар. Шоқандай ойлы да тәрбиелі, білімді, елін сүйген ұрпақ болыңыздар. Шоқан Уәлиханов қазақтың бір туар тұлғасы, ғалымы, ағартушысы. Шоқан кішкентай кезінен білімге, оқуға құштар болған және өте зерек бала болатын. Шоқанның Шоқан болып қалыптасуына үлкен әсер еткен әжесі Айғаным. Шоқан 12 жасқа келген кезінде білімін ары қарай жалғастырып, омбы кадет корпусында оқыған болатын. Ол сонда үлкен ғалымдармен, үлкен білім шыңдарымен танысқан болатын. Шоқан зерттеуге, елді аралауға, саяхаттауға, елдің тарихын, дәстүрін білуге өте құштар болды. Сол себепті ол көптеген әлемді шарлап саяхаттаған болатын. Мектебіміздің ұстаздары, оқушылары Шоқанның жүріп өткен жерлерімен саяхаттап көрген болатын. Олай болатын болса, экранға назар аударайық. Шоқан жолы біздің жолымыз. Экскурсиямыздың басын Шоқанның балалық шағы өткен Сырымбет мекенінен бастадық. Бүгін біздер арнайлап Алматы қаласынан Шоқанның балалық шағы өткен жер Айғаным қонысына келген болатынбыз. Айғаным қонысы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Сырымбет ауылдық мекенінде. Бұл жерде Шоқан Уәлиханов әжесінің, атасының тәлім тәрбиесін алып, жалпы Шоқанның Шоқан болып қалыптасуына үлкен әсер еткен бұл әжесі Айғаным болып табылады. Айғаным үшін арнайлап бірінші Александрдың өзі бұл қонысты салдыртқан екен. Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер бүгін атақты ғалым, ағартушы, этнограф, саяхатшы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың музейіндесіздер. Бұл музей 1985 жылы ұлы ғалымымыздың 150 жылдық мерейтойына арналып ашылған болатын. Сол күннен бастап музей қызмет атқаруда. Енді алдарыңызда Шоқан Уәлихановтың өзі салып суреті бар, яғни қарындашпен суреті бар. Сол сурет бойынша қайтадан қалпына келтірілген мынау Айғаным әжесінің қонысының макеті. Яғни бәрі қаз қалпында. Яғни алдарыңызда өздеріңіз көріп тұрғандай бұл несі, мешіт, тұрғын үйлері, медресе, мектебі, Сайман қора дейміз, шаруашылық сарайы, моншасы. Яғни бұл жер 1993 жылы 17 қарашада салтанатты түрде ашылған болатын. Яғни өзіңіз көріп тұрғандай, осы Сырымбет ауылынан 3 километр жерде орналасқан Айғаным әженің қонысы. Келесі бөлімде балалар Шоқан Уәлихановтың мүсіні, бұл мүсін Төлеген Тасмағамбетов мүсіншінің ең бірінші жобасы. Осы Шоқан Уәлихановтың мұражайы ашыларда, яғни 150 жылдық мерейтойына арнайы сыйға тартқан болатын. Достар, біздің мына жерге келгеніміз қандай керемет. Мына жақтың ауасы да, иісі де бөлек. Мүмкін Шоқанның тұлға болып қалыптасуына осыны киелі топырақтың арқасында шығар. Осымен Шоқан Уәлихановтың балалық шағы өткен Сырымбет аймағындағы саяхатымыз аяқталды. Ал біздің келесі аялдамамыз Алматы облысы. Шоқан жолы біздің жолымыз. Шоқтығы биік Шоқан Уәлиханов мектебінің ұстаздары бүгін Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына арналған арнайы Шоқан ізімен атты маршрутымызды бастамақшымыз. Біздер бұл мақсатпен Шоқан Уәлихановтың Жетісу облысында жүріп өткен жолдармен кішігірім саяхат жасамақшымыз.
Шоқан Шыңғысұлы өзінің әйгілі Қашқар экспедициясында менің артында тұрған Іле өзенін бірнеше рет кесіп өтеді. Сол экспедициялар барысында Іле өзенінің гидрологиялық режимін зерттеп, бұл өзеннің ауыл шаруашылығы үшін қаншалықты маңызды екенін атап өтеді. Сонымен қатар Іле өзенінің қазақ жері мен Қытай арасындағы сауда-саттық экономикалық мағынасын атап өтеді. Іле өзенінің жағалауында тасқа қашалып салған үлкен Будданың суреттерін және буддизм мен ламаизм діндерінің қасиетті мәтіндерін табады. Жергілікті халықпен ақылдасу барысында бұл ескерткіштердің Қазақстанға Монғолия және де Қытай жерінен келген буддисттардан тарағаны туралы еңбектеріне жазып өтеді. Научно-исследовательская деятельность Шокана Алиханова связана с ЖТСУ. В 1856 году он принял участие в экспедиции научно-географического общества в Тяньшане и ЖТСУ. Он подробно составил карты, описание природы, рек и озер и населенного пункта. В ЖТСУ Шокан Алиханов собрал богатый этнографический материал. Он изучал жизнь, обычаи и устное народное творчество казахов, киргизов, уйгуров региона. Собирал предания, легенды и эпосы народа. Например, один из первых казахских ученых, он описал и популяризировал эпос Манас. Ғылыми түрде Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов алғашқы петрографтың зерттеуші ретінде танылған болатын. Кейіннен 1897-98 жылдары Алексей Позднеев Шоқан Уәлихановтың ізін жалғап, жалпы Қазақстандағы петроглифтар, таңбалы тастар жайлы көптеген мұра қалдырған болатын. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов өзінің зерттеулерінде сонау Жоңғар Алатау таулары, одан кейінгісі кіші және үлкен қалқан таулары, кейіннен Малай Сары шатқалы, Арқарлы шатқалдарын асып, сонау таңбалы тас мекеніне жеткен болатын. Дәл қазіргі таңда Шоқан Уәлихановтың тарихи қалдырған деректемалық мұрасы өте зор. Hoş geldinizler, selametsizdер. Төрге етіңіздер. Төрге сәлеметсіздер. Ал төрге шығыңыздар. Hoş geldinizler, құрметті қонақтар. Сіздер қазақтың аса көрнекті ғалымы, этнограф саяхатшысы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың 150 жылына арнап салынған мемлекеттік мемориалдық алтын емел музейінде тұрсыздар. Осынау тамаша ғимарат қарасаңыздар, аппақ қазақи тәрізде жасалған. Осы ғимараттың авторлары Бек Ибраев, Серік Рүстембек, Рүстем Сейдалин. Сол үш кісінің арқасында біздің Қазақстан бойынша, Жетісу облысы бойынша, Керала ауданы бойынша осындай үлкен мұражай. Музей Шокана Уәлиханова создан по традиции казахских зодчих, где преобладает здание красный цвет. Стены выполнены из нежно-розового известняка. Снаружи мавзолей имеет 4 угла, которые различаются по величине, различаются по высоте, и это символизирует 4 угла Вселенной. Внутреннее оформление музея выполнено в виде юрты, но вместо традиционного шанрака на потолке в центре можно увидеть 4 узла. Это символ благоприятной жизни новосонного. Этот музей также представлен экспозицией, где за стеклянной оградой можно увидеть апартаменты второй половины XIX века, где восседает Шокан Уәлиханов и его друг, соратник, российский демократ Федор Достоевский. Кроме того, в музее при содействии Павла Зенкова, архитектора, отца Андрея Зенкова, в 1881 году была установлена мемориальная плита
мраморная плита, привезенная из Екатеринбурга. Впоследствии эта плита, мраморная плита, была установлена в самом музее. А на месте захоронения Шоканова-Алиханова находится точная копия данной плиты. 19 ғасырдың ортасындағы Қашқария орталық Азияның жүрегі болатын. Ол мәдениеттер мен сауда орталықтары тоғысқан, сонымен қатар саяси және өркениеттер тоғысында орналасқан ерекше орын еді. Шоқан Уәлиханов бұл аймаққа сапарында бұрын соңды ешкімге беймәлім болған жаңа аймақты ғылыми зерттеулерге жаңа деректер арқылы жеткізген болатын. География, этнография, тарих салаларында бұл деректер ерекше құнды болды. Бұл сапар тек зерттеу емес, сонымен қатар рухани көпір. 1858-1859 жылдардағы Шоқанның бұл сапары қазақ халқы үшін өте құнды. Себебі бұл Қашқария аймағындағы зерттеу жұмыстары тек қана сол аймақтағы халықтар үшін емес, сонымен қатар қазақтың мәдениетін, тұрмысын, тіршілігін, күнделікті қолданған киім-кешегін, тамағын зерттеуге көп үлес. Шоқан Уәлихановтың 6 шаһарға сапары Орталық Азия халықтарын тұңғыш рет кешенді түрде зерттеген ғылыми еңбек. Бір 1865 жылы 10 сәуір күні ұлы қазақтың ұлы керемет ұлы ғалым, этнограф, географ, жазушы, саяхатшы, барлық осыншама өз бойына жиған барлық керемет білімімен дүние жүзіне белгілі болған Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов өмірден өтіп, осы жерде Тезек төренің ауылында, осы Алтынемелде жерленеді. Оның басына ол кезде болған материалдар қыш тастан басына мазар құрады. Бірақ 1867 жылы генерал Колпаковский сол ескерткіштің мазардың бұзылғанын біліп, басына тас орнатуды шешеді. Ол тасты Екатеринбургтан, Омбы арқылы, Семей арқылы осы жерге алып келтіруге бұйрық береді. Сол таста, мысалы, орысша және қазақша, бірақ араб тілінде Шоқан Уәлиханұлының жерленгені, оның кім болғаны туралы жазылған. Бірақ бұл қазіргі біздің көріп тұрған құлпытастың басындағы тасымыз тек қана түп нұсқасы емес, түп нұсқасы мұражайда Шоқанның, ал бұл болса оның көшірмесі. Ал 1958 жылы Дінмұхамед Ахметұлы Жаркенттен келе жатып, осы жерге Шоқан Уәлихановтың жерленгенін біліп келеді да, басында тұрған ескерткішке көңілі толмай, сол кезде мұндай қазақтың ұлы керемет азаматына әдемі ескерткіш орнатуды тапсырыс жасайды. Соған байланысты сол 1958 жылы қызыл мәрмәрдан 5 метрлік құлпытас орнатылады. Горелев ол мыстан жасалған, және осы жерде тек қана Шоқанның өзі емес, Шоқанның туыстары да жерленген. Шоқан жолы біздің жолымыз.
болсын.